Армысыздар, Атамекен бизнес channel өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Эфирде Қазақстанда жасалған бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда Қарағанды облысында орналасқан Румейн серіктестігі шығарып жатқан шұлық өндірісін көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламаның әлқиссасын тігін цехынан бастаймыз. Дәл осы жерде бас аяғы 180 мынандай тігін машинасы бар. Олардың әрқайсысы күніне 600 дана шұлық тігіп шығарады. Шұлық өндірісін бірінші рет көруіміз, сондықтан танысып тұстары өте көп. Мысалға, мына машина бұл кәсіпорында 1958 жылдан бастап қалтқысыз жұмыс істеп тұр. Айтпағымыз бұл емес. Шұлықтың көлемі үлкейген сайын бұл машиналардағы иненің де саны көбейе береді. Мысалға, мына машинада дәл қазір 170 ине орналасқан. Яғни, бұл дегеніміз 29-шы мөлшердегі шұлық тігіп жатыр деген сөз. Работаю на итальянском оборудовании. Бұл тігін машиналары итальяндық, кеңес заманы уақытында сатып алынған дүниелер ғой. Бұлардың сырын менен артық білетін адам жоқ. Күтіммен ұстап, дер кезінде майлап тұрсаң, әлі біраз ғасыр қызмет қылады. Қазіргі шығып жатқан машиналардың сырты сұлу болғанымен, ұзақ уақыт жұмыс істейді деп айту қиын. Ал мына аппараттар тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істей алады. Бір машинка күніне 600-700 дана шұлық шығара алады. Фабрика өндіріске қажетті мынандай шикізатты, яғни жіпті Өзбекстан мен Ресейден тасымалдап жатыр. Айта кетейік, биыл бұл кәсіпорынның негізінің қаланғанына 50 жыл толады. Яғни кеңес үкіметі кезінде Гея акционерлік қоғамы деп аталған. Ол уақытта фабрика жылына 50 миллион дана шұлық шығарған. Алайда 90 жылдардың басындағы тоқырау кезінде кәсіпорын біраз қиындықтарға ұшыраған. Дегенмен 2007 жылы жергілікті кәсіпкер зауыт жұмысын одан әрі жандандыруды қолға алады. Қазір Румейн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталады. Наша фабрика организована. Кәсіпорынның ыстық суығын өз көзіммен көріп келе жатқан жандардың бірімін. Бұрын мұның іші қайнап жатқан қазан секілді болатын. Ол уақытта 2-3 мыңға жуық адам еңбек етті. Бірақ кеңес одағы құлағаннан кейін барлық жердегі секілді бұл зауытта тұралап қалды. Бір жақсысы барлық цехтары бұзылмай сақталып қалды. Біз соның біреуін алып, фабриканың жұмысын одан әрі жалғастырудамыз. Қазір біздің шұлықтарға сұраныс бар. Бұрын Қытайдан арзан тауар әкеліп, сата салған тиімдеді. Алайда қазір ол жақта баға көтерілді. Сәйкесінше алып сатарларға тиімсіз. Қазір қазақстандық тауарларға сұраныс артып жатыр. Қолайлы сәтті ұтымды пайдалансақ болғаны. Бүгінгі таңда Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша және нарықтың сұранысына сай өнім шығарып жатырмыз. Румейн серіктестігі 10 жылда Қарағанды облысындағы ең ірі кәсіпорындардың біріне айналып үлгерген. Соңғы 3 жылда мұнда жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Мысалға, мына аппараттар Қытайдан сатып алынған әрқайсының бағасы $6000 тұрады және дәл осы цехтың ішінде 25 аппарат орналасқан. Олардың басты айырмашылығы шұлықты өте сапалы тоқиды және мынандай әртүрлі ою-өрнектер сала алады. Тоқыма цехының жұмысымен түбегейлі таныстық, сөйтіп тігін цехына келіп жеттік. Бұл жердегі қыз келіншектер осы тоқылған шұлықтың бастарын тігеді. Қазір осы цехтың басшысы Анар Серік қызымен сұхбаттасамыз. Анар Серік қызы. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Енді өзіңіздің осы жұмыс барысыңыз туралы толығырақ айтып берсеңіз, сіз енді осы жерге басшылық жасайсыз. Бұл жерде не жасалады, толығырақ баяндап берсеңіз. Бұл жерде астында болған шығарсыздар, көрген шығарсыздар. Осы жерде бүкіл астында тоқылған, жиналған товарларды осы жерде қосылады. Бас жағын тігеді, шұлық нәрселердің бас жақтарын тігеді. Міне мынандай қылып, міне. Ер адамдар. Сонда ана тоқыма цехынан келгенде бұлардың бастары тігілмейді? Тігілмейді. Мен сіздерден ана жерден көрсетейін. Ана цехтан барып сізге көрсетейін.
бастары тігілмей келеді. Соны мына жерге әкеліп, мына балалар осындай қылып басын қосып тігеді. Мына 3 әйел осының бәрін солай қойды. Бүкіл ана тоқыма цехтан келген товарды осы жерде бастарын қосады. Содан кейін ана жерге шұлықтарды бәрін қосады. Өздеріңіз тұтынасыздар ма? Киеміз, өзіміз киеміз. Жоқ, тұтынасыздар ма? Енді. Жалпы күніне қаншасын тігіп шығарасыздар? 120 мыңдай шығарамыз. Румен серіктестігінің өнімдері барлық Қазақстан бойынша сатылып жатыр және шұлық фабрикасының өзінің арнайы дүкенінде бар. Біз қазір соның бірінде тұрмыз. Бұл кәсіпорын шұлықтың 30-ға жуық түрін шығарады және оның бағасы өте қолжетімді. Біз де оған көз жеткіздік. Мысалға, ерлерге арналған мынандай шұлықтардың бағасы 170 теңге. Бұл нарықтағы импортталған тауарлардан 25-30%-ға арзан. Сонымен қатар, балаларға арналған киім-кешектің, яғни шұлықтардың бағасы да 250 теңге. Бұл да болса нарықтағы бағадан айтарлықтай арзан дейді зауыт басшылары. Ендеше қазақстандық тауарды қолдайық және оны сатып алайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.